Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сіздермен Әселемен бірге подкастының қонағы қасиет әлеуметтік қызметтер көрсету орталығының еңбек терапия қолөнер маманы Сайдатбарова Наргиза Хабибуллақызы. Сізбен танысқаныма қуаныштымын. Наргиза ханым, алдымен өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Қайырлы күн баршаңызға. Мен осы қасиет әлеуметтік қызметтер көрсету орталығының еңбек терапия қолөнер маманымын. Өзімді таныстырып өткенде, мен Ташкент қаласында туылып өскенмін. Сол жерде мен модельер конструктор мамандығын оқып бітірген. Өзім ұлттық киім шеберімін. Бұл жерге мені негізінде мен мектептерде мұғалім болып сабақ беретін адаммын. Бірақ мен онша қаламадым. Себебі күнделікті бір туынды болмаса, менің күнім әдемі көркем болып өтпейді. Бірақ маған осындай орталық ашылады деген кезде мен жұмысқа тұрамын деген. Одан алдын мен небір шеберлермен жұмыс істеген. Осы Шардара қаласында Дауылбаева Ақмарал есімді кәсіпкер анамыз бар. Сол кісімен мен 10 жылдан асық жұмыс істедім. Жеке өзімде жұмыс істеген. Сосын осы орталыққа жұмысқа шақырған кезде мен ойланбай келдім. Өкінбеймін келгеніме. Себебі қария адамдармен жұмыс істеген бұл өте күшті, керемет екен. Өзіме ұнады. Жұмыс барысында да біз өте көп бұл жерге келіп жетістіктерге жеттік. Бұл желіде де, барлық жерде де, халықтың арасында да қазір көп қасиет десе барлығы біледі. Қай жерде жұмыс істесе қасиет десе күшті, керемет жер ғой деп айтады. Себебі бұл жерге зейнетке шыққан ата-апалармен жұмыс істейміз. Ал бізде дана қазағымыз айтатыны қазыналы қария деп бекер айтпайды. Қазынаның барлығы бізде. Мен жұмыс істеген кезде қазір мен көп өзім таныстарым даже айтатыны, біз білдік қасиет не екендігін деп. Қасиет Шардараның жүрегі деп айтады. Мен ол сөзбен келісемін. Сондай. Сонда бұл қасиет мекемесі қарттарға арналған және де негізгі мақсаты қандай? Мақсаты бұны белсенді ұзақ өмір дейді. Мына қарияларымыз зейнет жасына жеткен кезде, шыққан кезде, көбісі жұмыс істеген, әйтеуір күнделікті өздерінің тіршіліктері, мамандығы бар. Кәдімгідей біреулері даже қалай айтсам, орысша айтқанда стресске түсіп қалады, не істерін білмей. Өздерінің қалай қолданарын білмей қалатындар да бар. Көбісі осындай бір ауыр неге де түсіп қалады, депрессияға түсіп қалады. Сол себеп бұл жер ашылғаны өте жақсы болып, көңілді болып келеді. Біздің орталық 7 бағытта жұмыс істейді. 7 бағытта айтқанда әлеуметтік педагогика, әлеуметтік экономика, әлеуметтік құқық, мен өзім бағытым әлеуметтік еңбек, сосын әлеуметтік мәдени, демалыс, медицина, қаржылық жағынан. Барлығымызда біздің мамандарымыз бар. Бұл кісілердің өздерінің бағытына қарай өздері таңдайды. Қай бағытта бұларға қызық екен, уақытын өткізу. Бізде кітапхана бар, спортивный залдарымыз бар. Осындай әдемі үлкен шеберханамыз бар, қолөнер кабинетіміз. Оны біздің апаларымыз өте жақсы көреді. Шебер емес, барлық адамның бойында шеберлік қасиеті бар. Тек әйел кісіде емес, ер кісілерде де бар. Солардың шеберлік қасиеттерін ашып жұмыс істеймін мен бұл жерде. Осы қолөнер саласында жұмыс жасап жүргеніңізге неше жыл болды? Жұмыс жасағанда қолөнер саласында негізінде мектепте біз еңбек пәнін жақсы бар ғой. Еңбек пәнін жақсы көретін едім. Сол жердегі барлық сабақтарын жақсы оқығанмен. Мына гүлді жасайтынбыз, тоқыма тоқимыз, ойыншықтарда тігетін, пластилинмен айнаға біз даже сурет салатынбыз. Мен өзіме қатты ұнайтын
жасайтынбыз мысалы. Осы 9-шы сынып, 10-шы сыныптарда біз ол кезде уже киім де тігеміз. Мен кәдімгідей кәсіби жұмыс істеп, ақша да тапқам. Керемет. Оқуымды бітіргеннен кейін мен ойланбай өзімнің жақсы көрген мамандығыма оқуға түстім. 1-ші курстан мен уже кәдімгідей ата-анамнан ақша сұрамағым. Өзім ақша тапқам. Жеңіл желпі заказ алып, киімдер тігіп, солай оқуымды 4-ші курс бітіргенше мен жақсы маман болып шықтым деп ойлаймын өзім. Себебі Ташкент қаласында оқыдым. Біз жылда топтамалар тігетінбіз. 4-ші курста біз дипломная работа, диплом жұмысы дейді ғой, қорғаймыз ғой дипломымызды. Біз 3 топтама тіккенбіз. Бұл топтама тек Ташкент қаласына емес, шетелге де барған. Шетелдерде де болған. Енді осындай деңгейде жұмыс істегем. Оқуымды бітіргеннен кейін мен шетелдіктермен де фирмаларда жұмыс істедім, бірақ 99-шы жылы мен Шардараға келдім. Күшті. Жаңа шетелдік компаниялар, фирмалар дедіңіз. Атап айтқанда қай ел, қай компаниялар? Енді Ташкентте сол жылдары 90-шы, 2000-ші жылдары Южный Кореяның компаниялары күшті андай инвестиция жасап, жақсы дамып жатқан кезде. Южнокорейский фирмада жұмыс істеген. Южнокорейский фирмада жұмыс істегенмен Dongsan дейтін. Біздің клиенттеріміз сол кездегі Deo Unitel дейді, Panasonic, осындай фирманың барлығының офистері болады. Офисный работниктердің киімдерін, формаларын тігетінбіз. Бірнеше осындай фирмалармен жұмыс істегенбіз, көргем. Сонда жұмысыңыз осындай фирмада бастадыңыз ғой, иә? Күшті, қандай керемет. Енді осы қазір жұмыс істеп жатқан мамандығыңыз туралы толық айтып жібересіз бе? Кіммен жұмыс жасайсыз, қалай жұмыс жасайсыз? Мамандығым бойынша негізі нағыз мен жұмыс істеп жатырмын. Қолөнер бұл мен өзім кішкентай кезімде өзімнің таңдаған бағытым. Қасиет орталығы 2022 жылы мамыр айында ашылған. 1-2 айдан кейін мен жұмысқа тұрдым. Жұмысқа тұрғаннан кейін бұл жаңадан ашылған мекеме. Әлі көп адамдар келмейді, көбісі білмейді себеп. Бір жағынан рекламада жасау керек. Бұл жерге адам қызмет алу үшін, келу үшін, оларды кішкене біз қызықтыру керекпіз. Сол себеп мен бір жағынан жұмысымды реттеу үшін мен бір айдай жұмыс жасап, 1 айдан кейін мен қолөнер көрмесін өткіздім. Үлкен деңгейде. Бір мақсатым шеберлігі бар апаларды маған іріктеу керек болды. Сол кезде бұлар күшті зор іріктелді. Соның ішінде менде 11-12 шебер апамыз қатысты. Ол жерде кесте тігетін бар, тоқыма тоқитын бар, киім шеберлері де бар. Даже мына киізбен жасайтын бірнеше апаларымыз болды. Керемет болды. Өзіміз таң қалдық. Солай біз жұмыс істеп кеттік. Біздің бір-бірінен естіп келдік кейін маған. Осындай орталық ашылды. Осы орталықта күшті керемет қолөнер кабинеті ашылды. Бұл рас. Сонымен сөйтіп күшті керемет жұмысымыз жасап кеттік. Енді осы жылға дейін қандай өзіңіздің жеке жетістіктеріңіз бар? Ең бірінші жеке жетістігім бұл орталық ашылып, ең бірінші біздің апаларымыздың, қалай айтсам екен, жұмыс істеп жүрген кезде, жас кезде, әркім өзінің бойында бір шығармашылық таланттар болады ғой. Бірақ басқа мамандық, мына тіршілік, бала-шағасы кішкентай, хобби дейді, даже хоббимен айналысуға уақыт жоқ. Зейнетке шыққаннан кейін олар бос, олардың кәдімгідей андай тыныстары ашылды. Өздерінің жас кезінде орындай алмағандарын осы жерге келіп әлі орындап жүр. Негізі бірінші мен бастап бердім, енді мен бұл шебер апаларымыз арқасынан үлгермей жатырмын. Себебі өте идея ұсыныстары көп. Жасағысы келеді. Олар жасағысы келгеннен кейін мен де олармен бірге андай соны орындасам, соған жетсек деп.
Сосын менің ең керемет жетістігім, өзім ұлттық киім шебері болғаннан кейін мен апаларды ұлттық киім кигізіп үйреттім. Бізде дәл қазір ұлттық киімді тек сахнаның киімі деп санайды ғой. Сондай көзқарас қоғамда қалыптасып қалған. Соны жайлап мен бірінші апаларға кигіздім. Өзіміз бұл жерде шараларды көп өткіземіз. Ән айтады, небір салт дәстүрлерді көрсетіп, көрініс жасап. Сол кезде кигізіп үйреттім. Кимешектің қасиеттілігіні, кимешектің қандай бізге керектігіні ақшаулықтың апалар бірінші күннен уже түсінді. Біз жұмысты кимешек тігуден бастадық. Мен кимешек тігіп үйреттім. Апалары қазір барлығы шетінен барлығы өздері кимешек тігіп, неше түрлі сәндеп, оны киіп, сосын тек шараларға емес, мына сіздер баратын орталарға да киіп үйреніңіздер деп. Сіздер, апалар, ақжаулықты анасыздар, не үшін айтады? Сіздер киіп, оны шықпасаңыздар, бұны жастар сол киіп, ол тек кітапта қалады, тарихта қалады деп. Біздің апаларымызға мен алғысым шексіз. Осы менің бір сөзімді олар дұрыс түсінді. Беташар, құрсақ шашу, сүндет той, бесік тойларға күшті керемет киіп барады. Қазір біздің апаларымызды шақырады, солай киініп келіңіздерші деп өтініш жасайды. Менің жетістігім сол. Ұлттық киімді біздің апаларымыз күнделікті өмірінде де киеді. Керемет, неткен керемет. Өзіміздің тарихымызды киіп жүріңіз. Ең жетістік осы болып тұр менде. Ал енді осындай мынанша кереметті көрсететін жыл сайынғы фестивальдар бола ма? Соларға қатысасыздар ма? Атап айтқанда қандайлары? Атап айтқанда 2023 жылы біздің ең бірінші қатысқанымыз Әже ел ұйытқысы деген форум өтті Шардарада. Бұл үлкен деңгейдегі форум болып, облыстық деңгейдегі. Ол мамыр айында өтті. Сосын сол кезде біздің апаларымыз сахнаға шықты. Кимешек киіп, әдемі ақ көйлектерін киіп, бүрмелі етектермен, үстілеріне әдемі камзолдарын киіп, өлең айтты. Көрме көрсеттік. Сол жылы наурыз айына мен ұлттық киім топтамасын тіктім. Әдемі бірнеше үлгідегі киімдерді біздің апаларымыз сахнаға шығып көрсетті. Наурыз айындағы біздің ауданға деген тосын сыйымыз болды. Бұл ұнады. Себебі ұлттық киім ешқашан жоғалмайды ғой. Оның өзінің киелігі бар, қасиеті бар. Сол топтамамыз арқасында біз бірнеше фестиваль форумдарға қатысып бастадық. Сол Әже ел ұйытқысына біз қатыстық. Сол болса да обязательно осы біздің ұлттық киімімізбен қатыстық. Маусым айында Түркістан облысында жылда өтетін өнерлі өлкеге қатыстық. Өнерлі өлкеге біз салт дәстүр көрмесімен қатыстық, көрінісімен қатыстық, өзіміздің ұлттық қолөнермен қатыстық, осы дефиле ұлттық киімі. Сол жылы ол жалы болды. Біздің Шардара ауданы бірінші орын алды. Түркістан облысына 16 ауданның ішінде Шардара ауданы бірінші орын алды. Біздің ата-апаларымыз қуанғанын айта алмайды. Үлесімізді қостық, біздің ауданымыз бірінші орын алды. Әлі еске алады. Біз кәдімгідей дайындалдық қой. Біздің әрбір ою салғаны, киізге ою салған көріністе болды. Мына жерде тоқыма, мына жерде ұршықпен үйріп отырды. Керемет болды, комиссия мүшелері қарап, қандай күшті керемет деп. Бәрі риза болған сол жылы. Біз жылда қатысып келеміз, 4 жыл болды өнерлі өлкеге қатысып келе жатқанымызға. Одан басқа бірнеше фестивальдар, мысалы біз мектептермен де жақсы жұмыс жасаймыз. Қарым-қатынасымыз өте керемет. Себебі бұны тек өзімізге емес, біздің әжелеріміз де біледі, бұны біз ұрпақтарға қалдыру керек. Шақырамыз, өздері шақырады үлкен шараларына. Сол жердегі форум, фестиваль барлығына қатысамыз. Түркістанға да бірнеше рет барып қайтамыз. Сосын біздің
Қазақстандағы дәл қазіргі таңдағы ең белгілі аламан құрақ деген жобасына. 2024 жылы бізде осы Шардара ауданынан біздің орталықтың қызмет алушы Ибрагимова Оңласын апамыз барып қатысты. Бір өзі. Ол Астана қаласында көшпенділер ойыны сонымен бірге өтті да, сол кезде ол айтып келді, мен бір өзім Шардара ауданынан болып, енді біртүрлі болдым деп қан еді, мен қасыма тағы да болса бір өзім барғаны болмайды екен деп аңсап келді. Сол жылы біз күзде таныстық ол кісімен. Осы біздің қасиет орталыққа қайта келіп, өзінің шеберлігін көрсетіп, бәрімен бөлісіп, қандай сезімде болғанын айтып, біз барлығымыз келесі жылы 2025 жылы міндетті түрде қатысамыз деп шештік. 2025 жылы аламан құрақ Алматы қаласы Медеу мұз айдынына өтті. Сол кезде 660 құрақшы қатысты. Түркістан облысынан ең көп 101 құрақшы, оның ішіндегі 18-і Шардара ауданынан болды. 18-дің ішіндегі 10-і қасиет орталығынан, оның ішінде мен де бар. Күшті, керемет болды. Не деген сандар? 660. Үлесімізді қостық, өте керемет өтті. Биыл 2026 жылы Өскемен қаласында болды. Ол жерге болса да алыс болғаннан кейін көбіміз бара алмадық. Біздің 5 апамыз, шебер анамыз қатысты. Содан келгеннен кейін Шымкент қаласының күніне орай Қызғалдақ жобасы болды. Қызғалдақ жобасына 8 шебер анамыз қатысып келді. Ол жерден де барлығы медалімен, орденмен, алғыс хаттармен қайтып келді. Біздің осындай жетістіктеріміз өте көп, оны айта берсек. 2024 жылы қыркүйек айында Кел шырқайық деген КТК каналының Алматы қаласында бағдарламасына қатысып келдік. Енді ол жерге мен барған себебім, ол жерге қатысқан біздің апамыз әрі қолөнерші, әрі өлең айтады. Ән айтқанда енді күшті керемет айтады. Біздің өзіміздің халық әндерін айтады. Сол жерге біздің апамыз, 4 апамыз қатысып келді. Тек ән айтып, біздің Шардараны таныстырмай, өздерінің қолөнерін таныстырып қайтты олар. Сол кезде 3 өлкеден қатысты. Оңтүстіктен, Түркістан облысынан Шардара ауданының осы біздің апаларымыз бас жүлде алып келді. Бұл республикалық деңгейдегі бағдарламада орын алып келді. Біздің сондай жетістіктеріміз көп. Айта берсеңіз, мына видео 1 сағат, 2 сағатқа кетіп қалайын деп тұр. Ал енді алдыңғы жылдарда шынымен де керемет жетістіктер. Ал келесі 2027 жылға қандай жоспарларыңыз бар? 2027 жылға деген жоспарымыз өте күшті, керемет, зор. Біздің ұлттық киім топтамасы дефиле деген бұйырсын енді. Бұйырса сондай бір тағы да наурыз айына сондай бір сыйласақ, сондай сыйлығымыз болса деген ойымыз бар. Себебі жылда Шардара ауданының наурыз мерекесіне біздің қасиет орталығының кимешек киген ақ жаулықты аналарымыз бастап береді. Көш болып бастап береді. Өткен жылы кәдімгідей көш болып бастадық, биыл шашу шашты біздің апаларымыз. Жылда шашу шашып бастайды мерекені. Бар жақсыны айтады, тілектерін, дуаларын жасап, шашу шашады. Сол болса да неше түрлі ұлттық киімдерде шығады біздің апаларымыз. Соны енді бір орындалса деген ойым бар. Енді мен құпиямды айтып қойдым сізге, 2027-ге. Сондай бір дефиле жасасақ, аламан құрақ Құдай қаласа Түркістанда өтеді. Аламан құрақ жобасының авторы Нұргүл ханымға мен айтып кеткен. Түркістан қаласында өткізсеңіз, Шардара ауданынан 50 шебер қатысады деп сөз беріп кеткен. Шардара ауданынан. Бір ауданның өзіне.
енді көп айта берсек көп қой, енді ол өзімен өзі де бола мен айтып жатырмын ғой, бізде өте апаларымыз өмірге құштар. Күнде келіп, күнде өздерінің ойларын айтып кетеді. Тағы да былай істейікші, тағы да осындай жасайықшы, ойыңда ұстап жүрсің, осыны орындайықшы деп. Олардың айтқан сөздерін мен ешқашан да жерде қалдырмаған. Бір жылдан кейін болса да олардың ойларын орындаймын. Байқалса, әлі бұл тек менде емес, ой деген апаларымызда жатыр ғой. Талаптарыңызда жасын. Иә, сонда жетістіктеріміз көп біздің. Ал енді сіздердің былай қарасақ ең басты мерекелеріңіз Наурыз мерекесі болып тұр ғой. Барлық ұлттық құндылықтарды, көрнектіліктеріңізді көрсетіп. Сол Наурыз мейрамына жыл сайын қалай дайындаласыздар? Иә, сіз дұрыс сұрақ қойдыңыз. Наурыз мерекесіне біз жаңа жылдан бастап дайындаламыз. Себебі менің ойым бір бөлек, бұл жерде шебер болғаннан кейін әр шебердің өзінің бір ойы болады. Оның ойында тыңдау керек, оны да қосып орындау керек. Себебі оның барлығы мен үшін құндылы. Наурыз мерекесіне біз осылай қаңтар айынан бастап дайындаламыз. Наурыз мерекесінің аясында сіздер білесіздер, 10 күндік бар. Ұлттық құндылықтар. Соның ішінде ұлттық киім күні бар. Ұлттық киім күніне біз өте қатты жақсы дайындаламыз. Өткен жылы өзіміздің мекемемізде өткіздік. Күшті керемет болып өтті. Өткен жылы өткенде ұлттық киім. Мен апаларыма бірнеше бізде әр өңір өзінің бір киімінің үлгісі болады ғой. Сол киім үлгілерін іздеп жүріп, апаларымыз тапты, рахмет. Сосын ол жерде жасымен болды. Әжесі, орта жастағы, кейін келіні, қыз, кішкентай немере қыздары, солардың барлығы болды. Сосын екі көрініс жасадық. Қыздың шашын өру көрінісі. Ол да салт дәстүрмен байланысты. Сосын қызға сырға тағу. Мысалы, біз білмейміз, кішкентай қызға 7 жаста таққан екен біздің әжелеріміз. Оны да әжелер тағады. Шашты да өрген кезде жақсы ниетпен әжелер өрген екен. Сол көріністерді көрсетіп, біз елге өзіміздің дәстүрімізді тағы да жаңартып таныстырдық білмегендерге. Ал биыл 2026 жылы үлкен деңгейде болды. Біз өзіміздің аудан әкімшілігінен бастап шеру жүрдік. Ұлттық киім, әжелеріміз киген ұлттық киім, 40-50 шақты әжелеріміз, оның алдында біздің белсенді ел ағалары болды. Сосын Шардара ауданында атақты ауданның құрметті азаматтары ақ әжелеріміз бар біздің, ән айтатын. Сол әжелерден бастап біз шеру жүріп, өзіміздің мұражайымызға бардық. Мұражайда үлкен осыны іс-шара өткіздік. Сосын бізде осы жерде қызмет алушы бір апамыз өзінің әкесінен қалған 80-90 жылдық ішік, түлкі ішігіні барып сыйлап қайттық мұражайдың қорына. Солай өте керемет қылып өткіздік. Ал одан кейін өзіміздің орталықта біз күшті керемет әдемі қылып өткіздік Наурыз мерекесін. Сосын аудан Наурыз мерекесіне шашу шашып қатыстық. Керемет, неткен ғажап. Енді тағы да қойғым келген сұрақ. Сіздер үнемі топпен болып жұмыс жасайсыздар. Әркімнің өзінің ойы маңызды деп жатсыз. Сол ең алғаш келгенде әрбір адаммен қалай жұмыс жасау қажет? Жұмыс жасағанда, сіз дұрыс айтасыз. Бұл жерде кішкене психолог та болу керек. Кейбір апаларымыз келген кезде ашылмайды. Мен қазір қартайып қалдым, көзім көрмейді, қолым мынандай онша жарамайды, мен тек көріп отырайын дейді. Болды, кеп көріп отырайын. Бірақ келмеңіз емес. Келіңіз біздің кабинетке. Ең болмаса, істей алмасаңыз, ойға ой қосып отырыңыз деймін. Кейбір белсенділер бірінші күннен бастап үйретші, сен менің өзіме сұрақ қояды.
сен не істеу білесің деп. Сосын мен айтамын, мен осындай тігін тігем, бас киім тігем, осындай не шапан тігем, кемзал тігем, көйлек тігем деп үйретші, осының үлгісін қалай тігеді, кейбір кезде болар білмейді, мысалы осының жолдары қалай деп. Сосын қазір заманауи түрде мысалы үтікпен жұмыс істеу ол кісілерге қиын. Мына жабыстыратын клей пистолетпен жұмыс істеу қиын оларға. Сосын менің ең бір басты келген кезде бұл кісілерді ілажы барынша қазіргі заманауи тоқпен істейтін машинкамен тігу үйреттім оларды. Екі қолдарыңыз бос болады, бұл өте ыңғайлы, светі бар, жақсы тігеді, мата таңдамайды деп бұл кісілер әлге дейін келген адамдар қазіргі заманауи машинкада тігістіге үйретемін. Сосын заманауи заман бір жерде тұрмағаннан кейін даже жүнмен, құрғақ жүнмен жасайтын не көп қазір. Сонымен де жұмыс жасай үйреттім. Баяғыда бізде жүнді ыстық суменен илейді, бояйды, басқа қылады. Дәл қазіргі таңда ыстық сумен жұмыс жасамайды, инемен шаншып ою өрнектер шығара береді. Жеңілдетілген түрі да ол кісілердің жастарына сәйкес. Оны да жасап жатыр апаларымыз. Сосын жайлап олар қызығады, біреу бүгін ашылады, біреу ертең, бір жылда ашылған апаларымыз бар. 4 жылда мен өнерін білмеген шашақ істейтін апам бар менің. Күмішқалиева Алтын дейтін апам. Шашақты мен бұншалықты шашақтың қазақтың өмірінде бір орны бар екен білмеген екен. Оны біз бірнеше фестивальдарға барып, кеше даже осы өнерлі өлкеге барған кезде біздің комиссиямыз таң қалдық көріп. Бұл шашақ әлемі деген сіз айтпақшы ерекше екен ғой деп. Тұрды сұрақтарını қойып, кәдімгі риза болып кетті. Сонда шашақтың түрлері бөліне ма? Қалай сонда? Бөлінеді екен, мен білмеген. Мысалы, қыздың шашына тағатын шашағы бар, киімге тағатын, мысалы, әжелеріміз бөлек шашақ, жас келіндер тағатын шашақтар бар екен, қыздар киімдеріне андай сән ретінде тағатын бар. Кейін үйімізде біздің киіз үйге тағатын шашақтар бар, бірнеше түрі. Сосын беташарда да, мысалы, бізде бүйтіп оқтау, енді бізді қазақта біз бәріміз білетіміз, оқтауды ұстап бет ашады ғой. Ал ол оқтаумен емес, мәуелі ағашпен оқтау жасап, сонымен ашады екен, оған шашақтар іледі екен. Әр шашақтың өзінің маңызы бар екен. Сосын тіл көзден қорғайтын шашақ, сосын шымылдыққа тағатын шашақтар, жас келінге тағатын шашақ. Бұл шашақтың өте түрі көп. Әдемі ғой ол шашақтар тағы да. Керемет әдемі. Және де осы тобыңыздағы апалардың арасында ең сүйікті апаларыңыз бар ма? Немесе ерекше жандар менде? Тобымда ең сүйікті деп мен айта алмаймын. Себебі мен үшін әрқайсының орны бөлек. Ол рас. Әрқайсының талабына байланысты, әрқайсының өзінің бойында ерекше таланттар бар. Мен өйтіп бөлмегем, бөле алмайды екен. Бәр адамның орны ерекше. Орны ерекше. Көрме жасайтын кезде әрқайсының өзінің орны бар себеп. Енді өскелең ұрпаққа тоқталайықшы, жастар қазір телефонға телміріп күндерін босқа өткізіп жатыр. Соларға қандай кеңес берер едіңіз? Кеңес бергенде бірінші бұл жұмысты мен осы апаларымыздан бастадым. Сіз айттыңыз ғой, қалай жұмыс жасайсыз деп. Мен жайлап айтам, апалар, бұл қолөнер бекер емес. Мысалы, менің мамандығым еңбек терапия, мына қол моторикасымен жұмыс жасау. Мына шыбықтары солып қалады жұмыс істемесе. Олар постоянно жұмыс жасап тұру керек. Сол себеп негізі бұл кабинет ашылған. Сол себеп ең болмаса тоқыма тоқыңыздар. Әдемі болмаса да, күшті болмаса да, матамен қиыңыздар, тоқыма тоқыңыздар, сосын телефон көрмеңіздер. Ол жердегі ақпарат 90% өтірік.
себебі кім кепіл рас екендігін. Оны сіздер көріп ұйқыларыңыз қашады, ойланасыздар, ашуланасыздар, таң қаласыздар ол жерде. Сол себеп ол сіздер көретін нәрсе емес. Бірінші апалармен жұмыс жасадым мен. Телефонда мен оларды үйреттім. Желіде қазір не бір бейнероликтер бар үйрететін. Тоқыма тоқитын, тігін тігетін, құрақ құрайтын. Маған кеп көрсететін болды ол кісілер. Мына не деген күшті керемет, осыны жасайықшы дейді. Давайте жасаймыз деп, соның бәрін ұйымдастырып жасаймыз сол роликтегі көрген. Гүл жасау, небір жастықтар тікеміз біз, мысалы, декоративный үлгідегі жастықтар. Соған сосын біз мына форум фестивальдарға көп барамыз ғой. Наурызға көп барамыз. Сол кезде мен айтам, үйдегі немерелеріңізді, қыздарыңызды ертіп келіңіздер. Жай үйдегі киіммен емес, қыдырып шығатын, мысалы, бір көйлек, шалбар емес, ұлттық киім тіктіріңіздер. Өздеріңізде немере қыздарыңызды, немере балаларыңызды ертіп келіңіздер. Олар кеп көздері ашылады. Ол бала осы ортада өскеннен кейін соны біліп өседі. Себебі мен өзім қызым бар, қазір бұл 16 жасар. Мен қызымды постоянно ертіп жүремін. Мен айттым ғой, осы ұлттық киім күніне орай шарада өткен жыл мен қызым шашын қимаймын, өсірдім. Шаштарын, мысалы, өріп, сол жерде көрсетіп, әдемі қылып, дефилеге қатысады мен қызым, киім кигізіп. Оларға бақыт қой. Тек өзім қызым емес, біздің апаларымыз барлығы уже біледі, дайындап қойған киімдерін. Ертіп келіңіздер немерелеріңіз. Ешқашан мен жоқ демеймін деймін. Сол немерелер негізі біліп, аламан құраққа дейін барып қатысады. Ең болмаса барып қыдырып қайтсын дейміз. Сосын біз мектептерге көп барамыз. Сұхбаттар жүргізеді, тәжірибе алмасады. Апалардың өздері, мысалы, алаша, киіз басу, кілем тоқу дегендерді білмейміз ғой. Өздері ұшықпен үйірі соларды барып көрсетіп келеді, айтып. Көрмеген дүниесін көрсетіп келеді, үйретіп. Сосын бізге де келеді оқушылар. Біздің кабинетімізді көріп, таң қалып, қоятын сұрақтарын қояды апаларымен. Көмек сұрайды кейбір түсінбеген заттарын. Солай әйтеуір іләж барынша біз апаларымыз өздері айтады, біздің мақсатымыз осы қолөнеріміз ұрпақтарымызға аманат болып қалу керек дейді. Сөйтіп іләж барынша зор үлесін қосады. Сіздің тобыңызда тек апалар ма, әлде аталар да бар ма? Менің тобымда аталарымыз да бар. Шебер аталарымыз бар. Майлы бояумен сурет салатын аталарымыз бар. Сосын жай сурет емес, бір атамыз жүнмен де сурет салады. Бұны сіз қалай жасадыңыз десем, кәдімгідей мына холст дейді ғой енді суреттің несі. Соған клейменен, ПВА клеймен бірінші жүн жабыстырамын дейді. Сосын соны майлы бояумен бояп, әдемі сурет салады. Ол да оңай емес, бір айдан астам уақыт кетеді дейді. Бояғаннан кейін оның кішкене бір мүсінді шығарады, себебі ол 3D ретінде кетеді ол. Текстурасын шығарады. Оны да, мысалы, біз Түркістанға барғанда комиссия көріп таң қалып, бұл не деген жұмыс деп керемет. Сосын ол аталарымыз тек сурет салмайды, олар мүсіндер жасайды. Өзіміздің Шардарадағы бүркітімізді, таудағы арқар, сондай тауешкі, соларды салады. Аққуларды салады, мысалы, аққуларды жасайды, көп ондай біздің аталарымыз. Өткен жылы бір атамыз, Абай атамыздың 180 жылдық жылына орай әдемі суретін салып кеп біздің қасиет орталығына сыйлады. Енді ана әдемі күшті керемет салған Абай атамыз. Ол біз үшін тосын сый болды. Сондай аталарымыз бар. Ағашпен жұмыс жасайтын аталарымыз бар. Мына біз білмейміз, жіптің ана өрімдер болады екен ғой. Бір өрім, 5 өрім, 8 өрімге дейін өретін аталарымыз бар. Қамшы жасайтын аталарымыз бар. Аталарымыз да шебер. Сөзсіз. Және бір көрнекілікті алып таныстырып жіберсеңіз. Мен сіздерге таныстырайын деген, мына бірінші біздің мүсіндеріміз көзге түсіп тұр ғой. Құрғақ жүн технологиясы дедім, қазіргі заманауи ыстық суды қолданбай, инемен шаншып, ой өрнектерін жасайтын.
мына осы мүсінді мен тіктім апалармен. Сосын болар осы жүннің бәрін бүйтіп боялған жүнді біз сатып аламыз. Өзі бар сондай арнайы бояп сататындар. И инемен бүйтіп шаншып осының бәрін шаншып міне осындай қылып шығарды. Бұл біздің күшті көрмелерде жүреді осы ата апамыз, мына біздің қазақтың. Тура осылай мына біздің суретті салатыны. Бұны да сол инемен шаншып жасаған. Құрғақ жүнменен міне осындай гүл де жасайды. Міне осындай әдемі қылып жапырағын бәрін шығарып. Тоқыма тоқитын апаларымыз міне осындай тоқымалар тоқиды. Тоқыма гүлдер бар бізде. Ұстап көруге болады ма? Болады. Осының бәрін отырып үйлерінде үй тапсырмасы ретінде алып кетіп, олар жасап келеді. Себебі қолөнері ол 1 сағаттық, 20 минуттық жұмыс емес. Сосын бізде, сіз айттыңыз ғой, аталар бар ма деп. Моншақпен жұмыс жасайтын біздің бір атамыз бар, шебер. Осылай сөмкелер жасайды, гүл жасайды. Мені де үйретті осындай жасау. Гүл жасау, мына гүлдер біздің апаларымыз жасады. Мына құмыраны, сөмкені мен осы атаммен бірге отырып жасадым. Осындай біздің аталарымыз бар. Сосын мына еске алып, мына біздің апаларымыз алаша тоқыды биыл көрмеге. Кәдімгідей баяғын бәрін еске алып. Ши тоқыған біздің әжелеріміз. Ши тоқыған апамыз бар. Кәдімгідей шиді тоқып, бұл да біздің ұмытылып бара жатқан қолөнеріміз бір түрі. Ши тоқу. Өзіме келгенде мына ұлттық киім шеберіммен осы киімдердің бәрін өзім тіккем. Бұл 24-ші жылы өнерлі өлкеге жасаған менің мастер-классым. Мына суреттерді көрсеңіздер, құрғақ жүнмен жасаған мына құстың несі суреті. Ал мына тоқылған гүлдер, құрақтарымыз. Өткен жылы Шардарамыздың 60 жылдығына орай 60 көрпеше тіккенбіз біз. Мұнаның бәрі құрақ көрпеше. Тосын сый болды біздің ауданымызға. Шебер апаларымыз сонысымен танымал біздің. Көрсең, көзден тоймайтын. Әдемі көрнекіліктер екен. Ал енді осы көрнекілікке бір көрнекіліктің өзіне қанша шығын, қанша уақыт кетеді? Қай жерге жайғасақ? Шығын уақыт дегенде, бағана мен айттым ғой сізге, апаларымызға ұялы телефон шұқыламаңыздар, ұйқыларыңыз қашады, ол жерде әр нәрсені көріп деп. Түнде ұйқыларыңыз қашса, осы қолөнер жасаңыздар дедім, жұмыс жасаңыздар. Мына ілмекпен ілген кезде ойламаңыздар, оны әшейін біліп тоқып кетеді, санайды оны. Біріншіден ойлау, не алатын қабілеттер жоғалмайды, ұмытшақ болмайсыздар. Соны санап істеген кезде 10-15 минутта сіздер ұйқыларыңыз келеді десем, кеп айтты ғой, рас айттым деп. Кейбір кезде қария адамдар енді қартайғаннан кейін ұйқылары да қашады. Күндіз жұмыс істейді, түнде де оянып кетсе осы жұмыс жасайды. Негізі апаларым менің белсенді шебер. Күні түні жұмыс жасайды, себебі бізді любой момент келіп, бізде бір көрмеге дайындалыңыздар дейді. Сосын көрмелерге барған кезде басқалардың да бұйымдарын көріп, бізде мынау жоқ екен, осыны жасау керекпіз деп, соны жасайды. 1 ай жасайды, 2 ай жасайды, кейбір кезде 1 аптада жасап келеді. Оның уақыты шексіз негізі бұйым жасайды. Ал енді осы әр бұйым жасағанда сіз өзіңіз терапия дедіңіз ғой. Қандай артықшылықтары бар, адамға қандай пайдасын тигізеді осындай көрнекілікті жасағандар? Ең бірінші денсаулығына пайда. Бағана мен айтқандай, ойлау қабілеті, есінде сақтау қабілеті бәрі орнында қалады. Сосын әр адам мына бір бұйымды жасаған кезде алдына қойып, ауырған проблема бәрін ұмытады. Осыны мен қалайда болсам 1 аптада 1 айда істеп біту керекпін дейді. Сосын ол бұйымды бізге әкеледі.
біз бәріміз мақтаған кезде ол риза болады, көңілі толады, қуанады, кәдімгідей қуанып жүреді. Көрмеге барған кезде тағы да сырттай адамдар мақтайды, бұны кім жасаған дейді, бұны осы жасаған деп айтқан кезде олардың бастары көкке жетеді. Сосын өте болар көп алғыс хаттар беріледі, медальға дейін береді. Өткен жыл Шардараның 60 жылдығына 60 көрпеше тіккен шебер апаларымызға аудан әкіміміз өзі жеке өзіне кабинетіне шақырып медаль тақты. 60 жылдыққа орай. Қандай бақытты болды. Үйлеріне барып, немерелеріне, балдарына мақтанып, той жасап, олар барлығы. Иә, бұл адам, олар кеп бізге айтады, осы қасиетке кеп біз ойлаған едік, болды біз зейнетке шықтық енді, ешқандай жетістік та жоқ, ештеңке де жоқ деп. Біз бұл жерге келіп танымал болып кеттік деп. Газетке көп шығады бұл кісілер, телевидениеға көп шығады. Вот соның барлығын болар өздерінің отбасына мақтанады. Болса да балдары қуанады, сонымен болар өмірлері ұзарады осыменен. Иә, ең бастысы сол. Боларға жеке өздеріне қуаныш сыйлайды. Керемет. Ал енді біздің подкастымыздың уақыты бітейін деп жатқан сияқты. Енді соңғы сөзіңізді айта кетсеңіз. Соңғы сөзімді тілек тілегенде, иә, мен тілейтінім, енді мен осы орталықта жұмыс істегеннен кейін үйлеріңізде зейнетке шыққан ата-апаларыңыз, аналарыңыз, әкелеріңіз, әжелеріңіз, аталарыңыз болса, ешқандай ойланбай біздің орталыққа әкеліңіздер. Бірінші ертіп келіңіздер. Біздегі бұл жердегі қызметкерлер өте керемет, мінездері ізеттерді барлығы үлкендерге біз өте жақсы құрмет көрсетеміз. Ең бірінші бізге келген кезде біз сендердің күліп қарсы алғандарын сағынып келеміз дейді ата-апаларымыз. Соған осы жерге келсін. Бұл жерде біз жаңадан болған тыныстарын ашамыз. Басқа ашылмаған қырларını көресіздер. Үйлеріңізге ата-апаларыңыз мұңаймай, қуанып, наоборот, күшті көңіл күйде барады. Менің жұмысым енді осы зейнетке шыққан ата-апалармен болғаннан кейін, болса да біздің қазыналы қарияларымыз аман болсын, өмірлері ұзақ болсын. Мына бізге деген андай алып келген, ата-бабаларынан алып келген мұрасының аманатыны бізге әдемі қылып тапсырып кетсе дейміз. Біздің жұмысымыз сол мұраны алып қалған ұрпаққа жеткізу. Ал енді осымен біздің подкастымыз аяғына жетті. Жақсылықта жүздескенше. Сау болыңыздар.